Таразда отбасын қолдау орталығының жаңа ғимараты ашылды. Орталық қиындыққа тап болған отбасылардың мәселесін дер кезінде анықтап, қажетті көмекті бір жерден алуға мүмкіндік береді. Жаңа нысанның ашылуына аймақ басшысы арнайы қатысып, лентасын қиды. Аталған орталық қиындыққа тап болған отбасылардың мәселелерін дер кезінде анықтап, қажетті көмекті бір жерден алуға мүмкіндік беретін маңызды әлеуметтік институт болу қажет. Мұнда азаматтарға әлеуметтік, құқықтық және психологиялық көмек көрсетіліп, отбасылық жанжалдардың алдын алу, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жол бермеу, ата-аналардың жауапкершілігін арттыру, балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау бағытында жүйелі жұмыс жүргізілуі тиіс. Ең бастысы, көмекке мұқтаж бірде-бір отбасы өз мәселелерімен жалғыз қалмау керек бізде. Орталықтың жұмысы 2025 жылы басталған. Осы уақыт ішінде мұндағы мамандар 3000-нан астам тұрғынға құқықтық, психологиялық және әлеуметтік кеңес беріп, 1200 отбасыға кешенді көмек көрсеткен. Ашылу салтанатына қатысқан аймақ басшысы өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларға дер кезінде көмек көрсетіп, қажетті қолдауды бір жерден ұсынатын орталықтардың жұмысы маңызды екенін атап өтті. Бұға дейін әрине біздің ғимаратымыз болған жоқ. Біз жаңағы осындай мүмкіндіктер бізде болған жоқ. Бүгінгі күні бұл мүмкіндіктердің бәрі туындап отыр. Бұл жерде 6 жататын орын бар. Яғни біз зорлық-зомбылық орталығына дейінгі түсетін азаматтарды осы жерде қабылдай аламыз. Профилактикалық жұмыс толығымен жүргізіледі. Және отбасына шығу, отбасын қамту, олардың жағдайын білу және сүйемелдеу жұмыстары біздің орталықта жүргізілетін болады. Айта кетейік, орталықта 17 маман еңбек етеді. Жаңа ғимаратта психолог пен заңгер кабинеттері, әлеуметтік қызмет көрсету бөлмелері, ана мен баланы қабылдау орны бар. Сонымен қатар уақытша жатын орын, асхана және мәжіліс залы жұмыс істейді. Барлық бөлме қажетті құрал жабдықтармен қамтылған. Махаббат Құсайын, Аңсар Тілепберген, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.